Дәстүр деген не? Дәстүр деген біздің заманымызда айтатын болсақ, бағдаршамда светофор деп үйреніп қалдық қой. Бағдаршамдағы үлкен кісіні өткізші, ол үлкенге құрмет, кішіге ізет. Автобусқа міндің ба, үлкен кісіге орын бер, ол да құрмет. Дәстүр ғой осы. Және ол дінге де сәйкес келетін дүние еді. Жет шелпегіңді тарқа. Қалалы жерлерде жет шелпек беретін болса, мүсәпір деп ойладым ба деп жемейтін кісілер табылады. Иә, ондай бар екен. Жегісі келмей, жиіркеніп, мучное я не ем деген сияқты бізде естіп қалдық та. Мучное, не мучное бұл әруақтарды еске алу ғой, Құран бағыштау. Апарып беретін кезде ойланып тұрасыз ғой, мына адам дұрыс қабылдай ма, дұрыс қабылдамай ма деп. Ауылды жерлерде әлі дейін бар. Бар, иә. Тапанан деген қазір шықты ғой, ыстық нан деп. Сол бренд болып дамып жатыр, мен көріп бір қуандым. Біздің айблогов балдармен бірге барып, тапананды ыстығын алып, майды жағып жедік. Өткенде өзім де дәмін таптым. Осы ғой дәстүр. Дәстүр осы, осыны ұмытпау керек, дамыту керек. Сүт шай дәстүр. Бізде соны жаса, мысалға. Сол сәләфилік бағыттағы әйелдер айтады, біздің дәстүр харам, ана дәстүр харам деп айта береді, бірақ арабтардың әйелдерін өмір сүрдік, бүкіл дәстүрлерін жасайды, бірақ дінде жоқ дейді. Сол кезде қатты өкіндім, қазағымның дәстүрі мынадан артық қой деп жатыр да негізі. Өзі әсілінде ғалымдар айтады, жалпы пайғамбарлар кімге келеді дейді. Бізден неге пайғамбар шықпаған дегендерге қуансайшы деп айтамын, шықпағандар. Себебі пайғамбарды әсілінде ғалымдар айтады, қатты адасқан, Алланы ұмытып баратқан елге тура жолға салу үшін жібереді деген негізінде сондай. Исламға дейінгі жахилет дәуірі арабтар сондай бірақ қана мысал, дүниеге қыз келген уақытта мен еркекпін деп қыз тірідей көмуі. Мен еркекпін деп қыз тірідей көмуі. Оның бір әлеуметтік себебі болған ба, мысалы? Әлеуметтік себебі ме, еркектен еркек туады дегенді солайынан. Қыз деген зат болғанда, заттың заты болып, оны тастай салу керек деген сияқты. Сондай дәрежеде адасып, сондай дәрежеде құрдымға кетіп баратқан елге Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар барып, әлемге әйгілі дүние жүзінде қолданатын бір арабтың тілі болды ғой. Мысалға деп жатырмын да. Енді түркілер ежелден, ол оғызы болсын, қағанаттық уақытысында болсын, бүгінгі күнге дейінгі солардың ұрпақтарымыз, осы түркі халықтары. Біздің әдет ғұрпымыз бар ғой, негізі. Әдетіміз, ғұрпымыз, салтымыз бізде бар. Сол нәрсені ұстанып қалу, ол бір жаман дүние емес ол. Жаман дүние емес. Мұсылманшылықпен қарама-қайшылық болса, баяғыда тарихта қалып кететін еді ғой. Иә. Анау қызыл матаны көріп, адыраспанды көріп, бір естері шығады да, мысалға сәлефилердің да. Адыраспанды мен былай түсіндіремін да, адыраспан түтеткен уақытта дезинфекция екенін біз қазір біліп отырмыз. Оны түтетсе, пәленше мен төленше келеді деп жатқан жоқ қой, иісті кетіреді. Себебі қозыны жаңа көтерем болып қалатын болса, оны үйге кіргізген ғой, негізі малды. Үйіне малмен бірге өмір сүргенбіз біз. Баран деп айтқанға ренжитіндер бар да, мен ренжімеймін деймін, мен қоймын, не бопты? Қойдай жуас қазақпын, жылқыдай кісінеймін деп айтамын мен. Не бопты? Айтыр шошқа деген деп айтқанын сақтаса болды. Сиырдай жуас екен, қойдай жаңағы жуас жүндеуге жақсы екен дейді. Жылқы мінезді екен деп айтады ғой. Не бопты деймін. Түйе сияқты екен, жаңағы атан түйедей деп айта берсін айтса деймін. Біз сондай қазақпыз. Енді сондай иістер сіңген уақытта адыраспан түтетеді, және ол не дейді, орысша хрупкий дейді ғой, сондай ғой, оны іліп қояды. Оны төрге емес, апаларымыз есіктің шыға берсін іліп қойған, көзім алдында болсын деп. Ол сол күйіне дәстүр болып қалды. Енді соны сәләфилер өтіп болмайды, ширк дейді. Қаяқтың ширігі, оның тарихын білсе ешбір.